Сәлеметсіздер ме тағдыр жол атты каналдың құрметті тыңдармандары. Өмірде болған шынайы оқиғалар қызықтыратын болса, арнаға жазылып тіркеле кетіңіздер. Ауылдың күнге күйген қара торы қызымын. Үйдің үшінші қызымын. Алдымда екі әпкем бар. Менен кейінгі бір ғана бауырым. Ол менен 2 жасқа кіші. Десе де тай құлындай тебісіп өстік. Әкем қаталдау кісі болды. Өз қанынан жаралған бізді қыз болғанымыз үшін жек көретін еді. Тек үйде бауырым ғана ерке тотай. Өйткені ол ұл болған үшін жек көрсек жер көкке сыйғызбай еркелетеді. Ал біздер әкеміздің жылулығына зәру болдық. Анам байғұста енесіне жағынамын деп ақ ауру болды да қалды. Әр туған сайын күтім көрмей туа сала белін байлап далалықтағы егіндікке жұмысқа кететін. Көктем келгеннен бастап әкеміздің ескі жүгіліне мініп бақшадағы жерді қазуға дайындаймыз. Әкемнің бұйрығымен кешке дейін анам, 2 әпкем және мен бақшадағы жұмысты қолымыздан келгенше істейміз. Анам мен әпкелерімнің қолдары тілім-тілім. Інім мен әкем жайлаудағы үйір жылқысына кетеді. Анау айтқандай жұпыны тұрмаймыз. Үйір жылқымыз, сиырымыз бар. Ауылдағы байлардың қатарына жатсақ та, жұрттар сияқты жарқырап киім киіп, молшылық өстім деп айта алмаймын. Анам таң атысымен 2 әпкем жанында 20 шақты сиыр сауады. Оның сүтін 2 әпкем таза баклажкаға құйып, қалаға қатынайтын автобусқа қаптап салып жібереді. Құрты тағы бар. Өзінің адамдары бар. Қаладан күтіп алып, автобус иесінен ақшасын салып жібереді. Бақшадан кешкі 5-6-лар шамасында келіп, көбі шайқап, құрт жасап, түнгі 11-лерде сүйретіліп жүріп ұйықтайтынбыз. Сабақ деген нәрсеге жоқпыз. Әпкелерімді көп аса жұмыс жасауға бейім болдық. Онан қалды әжеміз де бізге тыным бермейді. Өзі үйдегі бар билікті қолына алған. Құдды біз анамызбен еріп келген жетім бала сияқтымыз. Үйдің барлық тірлігін мүлтіксіз орындайтын біздер, әжем, інім, олар бастықтар. Айтсам сенбейсіздер ғой. Әжем, әкем, інім бөлек тамақ жеді. Әрине, жақсы тамақтар. Біз анаммен ескі сарайда еті жоқ күріш немесе әжемдерден қалған кешегі жылытпа, әйтеуір. Қатқаннан, өлместің күні. Айран, сүт, құрт дегенде жемейміз ғой. Десе де өзге балалар сияқты тәттілер, еті бар тамақ жегін келеді. Кейде жейміз тәттілерді. Әжемнің тойдан әкелген сарқыттарынан. Онан да інім ол сарқытты жемесе ғана жейтінбіз. Әжем қорадағы малға жуынды бергендей, әй, мынаны жеп қойыңдар, деп алдымызға келіп лақтыра салады. Ес білгелі қымбат тәттілерді ғана жейтін інім тойдан келген сарқыттарды көп аса жемейді. Әжемнің жеке бөлмесі бар. Шіркін, онда тұрған тәттілер қып-қызыл, иісі мұрныңды жаратын алмалар толып тұрады. Оның бәрін інім жейді. 1-2 тістеп, қалдығын бізге сүйек лақтырғандай тастайды. Әрине, мұның барлығы әкем мен әжемнің тәрбиесі. Бүтіндей бергісі келсе, әжем бажылдап, әй, қуғатындар-ай, мына баланы алмай кел деп сендер жұмсадыңдар ғой, деп бізге спыртқымен сабайтын. Ақталып көр, бәрібір біздің сөзімізге сенбейді. Айттым ғой, біздің үйде қыздарды адам қатарына қоспайды. Сондықтан болар, біз бой жетті келе, ерте тұрмыс құруды қаладық. Бізді алған жарымыз бақытты етер деп ойлаған шығармыз. Үнемі көңіл күйі жоқ, ауырып жүретін анам бізбен сырласпайды. Байғұс, анамды әжем мен әкем әбден жасық қылған. Ауырып жүрген анама ешкімнің жаны ашымайды. Тісім ауырды деп дәрі сұраса, әжем насыбай беретін. Кезінде біз де тісімізге салдық. Ауырғанды басады деп анамды
Насыбай деген бәлеге үйреткені. Анам сорлы сол бәлеге үйреніп, ақыры өкпеден кетті. Ауырдым десе де ешқандай ем шара көрмеді. Күз болса, қауын қарбызы бар, оны сататын тағы анам мен біздер. Біздер сүт, құрт, қауын қарбыз сатып, қанша ақша табамыз. Оның бірде-біреуін жұмсамай, әжеміздің қолына өткіземіз. Өтпей қалған қауыннан тосап, қауын құрт, қауын қақ жасаймыз. Онан күзгі салаттар, бірақ соларды қыста жеу арман. Банканың атылып кеткені немесе ашып кеткені дегендерді ғана жейміз, деп айтсам сенбейсіздер ғой. Әпкемнің оқуына баруына 1 ай қалды. Әпкем байғұс оқуға дейін ағарып барамын деп, үстінен ұзын көйлегін тастамай, бетіне кешке айран жағып күтініп жүрді. Әдеттегіде егіннің басынан келіп, үйдің тірлігін жасап жүредік. Әшейінде еш жерге жібермейтін әжем: «Әй, Гүлсара, қазір сағат 9-да Қаратай көкеңнің үйіне көмекке барасың. Дастархан жасап қайт. Әкеңнің көзіне түспей, үйден шығып кет. Әкең көрсе сөйлеп жүреді. Сосын анада алып берген әдемі көйлегіңді ки», деп жылы сөйледі. Жақында әжем оқуға барғанда киесің деп бір көйлек алып берген еді. Сөйтсек әжем өз немересін ұзатуға іштей дайындалған екен. Сондағысы әпкем оқу оқыса, мал шығыны азайып қаладымыз. Ал байға кетсе, орнына мал келіп, өзі алтын тағып байып келедіміз. Сонша дүниеге құмар әжеме енді сөзім жоқ. Кеш бата әкемнің тамағын берген соң, әпкем дайындала бастады. Әкем көп аса тамақ ішкен соң ұйқыға кететін әдеті. Кешке ерте ұйықтап, таң ата ерте тұрады. Әпкем жаңа көйлегін киіп кете барды. Жаңа көйлек деген аты ғой, әйтпесе анау айтқандай жарқыраған көйлек емес. Әжелердің көзімен әдемі шығар. Сол кеткеннен оралмады. Әжем таң ата айғай шығарды: «Қуғатын-ай, бесіктен белі шықпай жатып байға кеткенін қарашы. Әнеу күні оқуға түскенде киесің деген көйлекті киіп, арнайы дайындалған мына қыз». Әкеме дәл солай айтқанда көзіміз шарасынан шығып, тілімізді тістегеннен басқа ештеңе айта алмай, көзімізден жасымыз ыршып түсті. Сорлы әпкемнің жай күйін мына біздерге аян. Шындықты айтуға әжем бізге мүмкіндік бермеді. Содан үйдің іші айқай шуға жалғасты. Әкем ашуланып: «Ол қызды әкелемін», деді. Әжем бажылдап жүріп, әйтеуір әкемнің райынан қайтарды. Арада жылдар өтіп жатты. Біздер сол баяғы робот сияқты жұмыс жасаймыз. Үлкен әпкем мектеп бітірді. Ел жұрттан ұятты: «Мына қыздарды бір оқуға оқытайық. Басында бір дипломы болсын. Қанша малымыз бар, көрші малы жоқ Сәдібек те қызын тышқақ лағын сатып оқытып жатқанда елге мазақ болармыз. Қанша малымыз бола тұра», деп еді. Әжемнің жаны шыға айқай салды: «Елде сенің не шатағың бар? Айтса айта берсін. Ертең қалаға барып бұзылып келсе, абыройын айрандай төгіледі», деп бажылдай сөйледі. Десе де әкем айтқан сөзінен қайтпады. Үлкен әпкемді шақырып алып: «Мені жақсылап тыңдап ал. Сені қалаға оқуға түсіремін. Бірақ мені әжең айтқандай ұятқа қалдырсаң, өз қолыммен өлтіретін боламын. Ұқтың ба?» деген әпкемнің жүзі бал-бұл жайнады. Әжем біраз уақыт қарсы болса да, әкем малды сатып, ақылы оқуға әпкемнің құжаттарын реттеп, қалаға барып тапсырып қайтты. Бұл біз үшін, яғни анам мен әпкелерім үшін ең керемет жаңалық еді. Байғұс әпкемнің қуанышын енді жасыра алмаймын. Жаз айы болғандықтан егіннің басында жүреміз. Қалаға барып құжат тапсырғанын, онан медосмотрға өткенін аузы толғанша ескі кассета сияқты қайталап айтатын. Ешқайда шығып көрмеген біз үшін әпкемнің айтқандары енді бір күшті нәрсе. Әпкем шетелге барып келгендей, ол айтқан сайын біз де әпкеммен бірге барып келгендей болатын едік.
Сол кезде әкемді жақсы көргендей болдым. Әжем қарсы тұрып, әпкемді оқуға түсіргені үшін, бірақ бұл қуанышымыз ұзаққа бармады. Әпкемнің қуанышын әжем су сепкендей басты. Әпкемнің сыртынан сатып жіберді десем де болады. Келіндері арқылы алыс туыстары малшының ұлына сатқанына еш күмәнім жоқ. Үйдегі шу басылып, кешірімшілерді жайғастырып, әжемнің көңілі мәз. Малы көп құдалар атайтынын атап, беретінін беріп, сонымен іс бітті. Ал әпкемнің оқуы жайына қалды. Алған күйеуі қайбір оңғар адам дерсіз. Малдан басқа түк көрмеген бейшара біреу. Әпкемді көңілдесінен қызғанатын қызғаншақ. Ата емесі де оңып тұрғаны шамалы. Малы көп болғанын қайтейін. Әпкемді ол үйге келін емес, құл ретінде алған-ау, бастан-ақ белгілі. Жылап еңіреп, амалсыз ол үйдің табалдырығын аттаған әпкем оқуға баратын күн жақындағанда, мен оқуға барамын дегенде енесі: ойбай, мына қатының несі дұрыс па? Басы жасайтын келін алдық па? Қайдағы оқуды айтып тұрсың? Байға тиіп оқуға кетемін дегенің қалай? Деп бетін шымшып таң қалыпты. Кеше малдан келген ұлына: қатының сені тастап қалаға оқуға кетемін деп ұрыс шығарды. Мені оқымаған надан деп аузына келгенін айтты, деп бәлеқор енесі келінін әбден ұрғызған екен. Одан кейін байғұс әпкем сол үйдің құлы болғаннан басқа қолынан не келеді? Бұл сорлыда байғұс анамның тағдырын қайталап, өмірін жалғастырды. Әпкемізді сағынып, біз мұнда жылап қойдық. Кейіндері құдалық дегенді жасағанда елді. Байғұс әпкемнің түрінен түрі жоқ. Азып тозғаны көрініп тұр. Көздері жәудіреп, жылап көрістік. Байғұстың бар мұңы ішінде. Әжемнің сол күні алданғанын сол кезде ғана және әпкеме айтып берген еді. Үйден шыққан әпкемді күйеуі күштеп көлікке салып алып қашқан. Әкем болса әпкеме ала көзімен қарады. Жанары суық. Қайдан білсін өз анасының арамдығын? Арада жылдар өтіп жатыр. Мен 9 сыныбымды бітірдім. Екінші әпкем 11 сыныпты бітірді. Әжемнің арамдығын білетін байғұс қыз мектепті бітіре сала көрші тұратын өзінен 2 жасқа үлкен, бұрыннан бері сырттай ғашық болып жүрген жігіттің етегінен ұстай кетті. Бастысы, әйтеуір бақытты. Ата енесі де жақсы жандар. Екінші әпкемді құл емес, қызындай көріп сыйлап отыр. Менің әпкелерім бала кезден тірлікке ерте араласқандықтан өте пысық, тазайын. Сондықтан болар, екінші әпкемнің істеген ісінде мін жоқ. Кішіпейілділігі тағы бар. Әйтеуір екінші әпкемнің барған әулетінің материалдық байлығы болмаса да, жан дүниелері өте бай. Бірақ бұл көрші құдамыз әжеме ұнамай қойған қырғын шығарды. Бұл жолы әкем басу айтып, әжемді тоқтатты. Көрші құдамыз әкемнің құрдасы еді. Әрі баяғыдан құда болайық деп қаңқылдап жүрген екен. Сол себепті әкем рұқсатын берді. Әжем кешірімге келген көрші әрі жаңа құдаларды жақтырмай қарсы алды. Дастарханды да жайнатып қоймады. Жетім қыздың тойындай үлкен әпкем кеткенде дастарханды гүлдей жайнаған еді. Оған қалды құдалар кеткенде аузы толғанша анамның миын жеп бітірді. Анау құданың әкелген киіті туалетке сүртуге де жарамайды. Ұят-ай, қыз алып отырғасын жөндеп әкелсе болады ғой, деген әжемнің бар ойы қу дүние. Сондай ойлаймын ғой, осы әжеме не жетпейді деймін. Ешкіммен кем емес, мал мүлкі бар, Алла берген ұл қыздары бар, үйіне біз сияқты бүкіл тірлікті тындыратын құлдары бар, бетіне келмейтін келіні бар. Не ішем, не жеймін дейтіндей уайымы жоқ. Өлсе де жиған дүниесін көрге алып кете алмайтын, көріп жүр. Әжемнің замандастарын қаншасы ана дүниеге кетіп жатыр. Сонда бәрін көріп, біліп жүріп, қу дүниеге тоймайтынына таңым бар. Екі әпкемде тұрмыс құрып, ана екеуміздің мойнымызға барлық тірлік артылды. Ештеңеге үлгермейміз.
Анам да баяғыдай емес, ауырып қала береді. Әжемнен еститініміз тек ұрыс. Мына екеуі былжырап жүргеннен басқа түк пайдасы жоқ деп әбден жүйкемізге тисе де, ештеңе дей алмаймыз. Мен басында айтқанымдай, ауылдың күнге күйген қара торы қызымын. Елдің қыздары сияқты сұлулығым да жоқ. Мектепте де, көршілерімнің арасында да ешқандай жігіт сөз айтпақ түгіл ұнатпады. Әпкелерім сияқты кішкентай әдемілеу емеспін. Әпкелерімнің көздері ботадай, сүйкімділігі бар. Сол сүйкімділік пен сұлулық маған келгенде жетпей қалғандай. Әжеме тартқан қысыңқы көздерім бар. Әйтеуір әдемі емеспін. Не анамның сұлулығы, не әкемнің бойшаңдығы бойыма дармапты. Әжем сияқты бойым кішкентай. Десе де әжем сияқты дүние құмар емеспін. Сол үшін де кейде қуанамын. Жазғы демалыс. Әжемнің кенже қызы қалада техникалық колледжде мұғалім еді. Тұрмыс құрған, балалары бар. Сол үйге келіп, мені оқуға алып кетемін дегенде қуаныштан төбем көкке жетті. Әжем кенже қызына ештеңе дей алмайтын. Жібергісі жоқ әрине. Ол әпкемде мені қайбір аяп отыр дейсің. Басшыларынан бұйрық түскен. Әр мұғалім колледжге оқушы келуі тиіс деген. Дәл сол жолы менің 9-шы сыныпты бітіруіме келіп тұр. Ешқандай ақша шығыны болмайтынын айтқанда әкемде, әжемде рұқсатын берді. Сол күннен соң менен ұйқы қашты. Алғаш рет қалаға шыққалы жатырмын ғой. Қобалжудан тамақ батпайды. Ойыма қайдағы нәрселер түседі. Шіркін-ай, уақыт тоқтап қалғандай. Жаңа өмірге асыққан мен ол жақтан бақытты болатыныма сенген едім. Ауылдан басқа ешқайда шықпайтын мен қалаға бара сала бүліндім. Әпкем мені үйіне кіргізбеді. Оқуының жатақханасында тұрдым. Аядай тар бөлмеде 4 қыз жататынбыз. Шыны керек, мен оқитын техникалық колледжде көбі ер бала. Сосын ол жердегі оқитындардың ауылдың мен сияқты түк көрмегендері десем де қателеспеймін. Иә, қаланың жергілікті тұрғындары бар. Алайда мінездері бір түрлі. Бұлай көше кезген бұзақылар. Қалаға келдік деген желеумен қасымдағы қыздарға еріп, боянуды, қысқа ашық киінуді үйрендім. Мұның бәрі бір кездері арман еді. Өзімді еркін санадым. Мұғалім әпкемді тек сабақта көремін. Демалыста үйге кел деп айтпайтын. Мен де ол үйге баруға құштар болмадым. Демалыс болса, саябақтарды қыздармен қыдырғанымыз күшті еді. Қалаға келгеніме 6 ай болғанда мен сорлы жігітпен жүре бастадым. Көзімді қарандашпен қап-қара қылып бояп, өзімді сұлу санай бастадым. Оқудан менен бір курс жоғары оқитын шала қазақ Андрей деген жігіт ізімнен қалмай жүрді. Қазақша, орысшасы аралас, сұлусың, әдемі қызсың деген сөздеріне мас болдым. Андрей көше бұзақысы, папасы жоқ, мамасы ғана бар. Сол қалада тұрады. Сол жігіттің күйдім-сүйдім дегеніне сеніп, төсекте табысатын болдым. Жүкті болам деп мүлдем ойламадым. Әйтеуір ессіз құмарлық. Аяғыма ауырлап, ішім білінгенде ғана есімді жидым. Сабақ бітіп, 1-ші курсты аяқтағанда ішімдегі сәбиім 4 айлық болды. Қарным домаланып шыққасын, мұғалім әпкем дәрігерге апарып тексертті. Сол кезде жүктілігімді біліп, шашымнан сүйреп сабағаны есімде. Біраз акушерканың алдына бардық. Алайда бәрі бастарын ала қашты. 18-ге толмаған қызға әрі бала өсіп кеткен түсік жасамаймыз деп шығарып салды. Ауылға жібере салайын десе, мұғалім әпкем әкемнен өлердей қорқады. Әкем екеумізді асып өлтіреді. Ауылдағыларға жазғы сабаққа қалды деп менің артымды жапқан әпкем маған ашулы. Менің жағдайымды әжем айтқан. Ол келіп әбден таяқтады. Ашуы басылғандай. Соңында әпкем екеуі ақылдасып,
Бөлек пәтер жалдап, сол үйде жалғыз өзімді тұрғызды. Басқа ешқайда бара алмаймын. Әйтеуір әр айдың аяғында түсетін стипендияға әзер жетемін. Әжем тек пәтердің ақшасын ғана беріп отырды. Тамаққа ақша бермей, осы үйде аштан қата қал, өлесің ба, басқа қыласың ба өз еркің деп кете барды. Жылағаннан басқа шарам жоқ. Андрейге жүктімін дегенде төбесін көрсетпей ғайып болды. Тоя тамақ жей алмай, күндерім тек жылаумен өтті. Оқудан да шығарылдым. Жүктілігімнің кесірінен. Әкем білмейді. Бұл шындықты әжем мен әпкем білді. Айы күнім жетпей қыз босанып алдым. Тұңғыш сәбиімді 3 ай ғана емізіп, одан кейін өзге жанның қолына тастауға мәжбүр болдым. Яғни асырауға бердім. Анам қайтыс болды. Ауылға баруға тура келді. Мұғалім әпкемде менің қызымды асырап алатын отбасын тауып қойыпты. Қызымнан амалсыз бас тартып, барлық құжатқа қол қойдым. Іштей қайғырдым. Сол сезіммен 12 жыл өмір сүрдім. Әбден зорыққан анам өкпеден кеткен екен. Жылап-сықтап қара жерге жібердік. Ендігі үйдің роботы мен болдым. Әкемді әжем 2 рет үйлендіргісі келіп еді, әкем келіспеді. Бауырым өте нашар болып өсті. Ешкімді тыңдамайды. Тәрбиеден жұрдай. Әжем де, әкем де аузына келгенін айтады. Түнімен көше кезіп, үйге ішімдікке сылқия тойып, еңбектеп кіреді. Арасында көрші 2 әпкемнің үйіне барамын. Үйінде ешкім жоқта сырласып, жылап аламын. Сол қызымды сағынып жүрегім ауыратын. Солай күндерім өтіп жатты. Әжемнің қуаты қайтқандай, бірақ аузына келгенін айтатын. Айтқан сөздері сүйегімнен өтсе де шыдап жүрдім. Арада 2 жылда өте шықты. 19 жасқа толдым. Маған 2 әпкем: жаным-ау, қашанғы өміріңді қор қылмақшысың? Бұл үйден кет. Бәрібір әжем саған күн бермейді. Менің алыс туыс қайным бар. Әйелінен ажырасқан. Сол кісінің етегінен ұста. Ол кісінің мінезі өте жақсы. Мұғалім болып жұмыс жасайды. Мен сен туралы сол қайынағама жеткіздім. 2-3 күннен соң үйге келеді. Ол қалада тұрады екен. Бұл сөздерді естіп қуанбадым. Бірақ бұл үйден кетуге асықтым. Ол кісін менен 10 жасқа үлкен. Сонда да ештеңеге қарамастан сол кісінің етегінен ұстадым. Қаншалықты жасы үлкен болса да, жүрегі кең, жақсы адам. Мен қашып кеткелі әжем бар шындықты туым-тумаларға жайыпты. Менің қарабет болғанымды ауыл біразға дейін айтып жүріпті. Күйеуім мені шын сүйгендіктен болар, оқу оқытты. Қалаған нәрсемді алып берді. Ештеңеден таршылық көрмедім. Тіпті қызымды қайта аламын дегенде де қолдаған. Бірақ мұғалім әпкем мені қорқытты. Әрі кедергі болды. Сен өз балаңды ақшаға саттым деп қол қойғансың, дейді. Шыны керек, қызымнан айырылысу кезінде күйзелісте жүрдім. Тіпті қандай құжатқа қол қойғанымды білмеймін. Әйтеуір мұғалім әпкем біраз нәрселерді айтып, қызымды құшағыма ала алмадым. Оның үстіне көтеріппін. Токсикоз деген бәле бар. Арада жылдар өтіп жатыр. 2 баланың анасы болып үлгердім. Күйеуім аяқ астынан қан қысымнан құлап мүгедек болды. Оның күтімі, онан жұмыс істеп жүрген 10 жылдан аса уақыт өтіп кетіпті. Коронавирус жайлаған кезде 2020 жылы күйеуім көз жұмды. 2 баламен жылап қалдым. 2022 жылы WhatsApp-тан таныс емес нөмір жазды. Сіз боласыз ба? Иә, мен. Сіз неге мені тастап кеттіңіз? Жүрегім бірден білді. Бұл менің тұңғышым ғой. Көздерім жасаурап, тілім байланды да қалды. Қызым болса смайликпен сұрақ белгілерін жіберіп жатыр. Мен жауап бере алмай, тек қарап отырмын. Менен жауап алмаған қызым: менің өлгім келеді, саған да керек емес екенмін. Бекер үміттеніп жазыппын, сау бол деп WhatsApp-тан шығып кетті. Қорқып кеткен мен дереу звондап,
Жан қызым менің, кешірші алтыным, қазір қай қаладасың? Бүгін жетсем де сені алып кетемін деп даусын дірілдейді. Солай мен қызыммен табыстым. Қызымды асырап алған отбасы ажырасып кеткен екен. Сондықтан қызыма шындықты айтып, менің номерімді тауып берген. Аллаға шүкір, қазір менің 3 балам бар. Екінші мәрте тұрмыс құрмадым. Тұңғыш қызымды заңды түрде қолыма алдым, деп кейіпкер әңгімесін аяқтайды. Құрметті тыңдармандар, егер де сіздерге әңгіме ұнаған болса, арнаға міндетті түрде жазылып кетулеріңізді өтінемін.